Адамның бауыры өзін-өзін тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездерде болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған кейде уақытыңыз тапшы болса, кейде қаржылық мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеода бауырды тазартатын сусындар жайлы айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Және де арнаға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіз. Олай болса, кеттік. Бауыр неге шлакқа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдіктер. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және де эндогенді заттардың бұзылуына жауап беретін жасушаларды бұзады. Оған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Бұндай жағдайда егерде токсикалық дәрілерді қабылдайтын болса, бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтану. Сіз шамадан тыс артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңыздың фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек семіздік, вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауыр жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егерде сіздің теріңізде проблемалар болса, жүрегіңіз айныса, қыжыл және де кекіру маза бермесе, ішіңіз қатса, аузыңызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Егер дәрігерге барсаңыз, дәрігер дәрі тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзірді дұрыстауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністер мен жемістер мен сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар, көкөністер, қырыққабаттар, асқабақтар, қызанақтар, аскөктер, ақжелкендер жатады. Цитрусты жемістерге грейпфрут, апельсин, лимон сияқты заттар жатады. Жеміс-жидектерден алма, банан, құлпынай, інжір, кебек пен сұлыны қолдансаңыз болады. Өсімдік майларына күнбағыс, зығыр, зәйтүн және де жүгері майы, сүт өнімдері, сыр, творог, йогурт, қаймақ, көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша, қияр және де тағы басқа шырындар бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 жарты стақаннан ішсеңіз, бауырыңызды тазартады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты реттеу қажет. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтынуды ұсынамыз. Дәстүрлі медицинада көк шай мен шөп тұнбаларын керемет көмекші ретінде қарастырады. Шөптер жинағы, жалбыз жапырағы, алатікен, салыбас, бессмертник гүлі, қайың жапырағы, итмұрын аталған шөптер бауырды тазалап, қанды айдайды және де оған керемет көмектеседі. Судың емі. Ванна мен сауна денедегі токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және де тесіктер ашылады. Осылайша сіз иммундық жүйеңізді нығайтасыз. Бауырды емдейтін сусындарды ішпес бұрын жылы су ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік.
отырықшы өмір салты өттің толуына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу өте маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүгіріңіз, жүріңіз. Күнделікті режим, тыңғылықты ұйқы, тамақтанудан және физикалық белсенділіктен басқа жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және де улы заттарды шығарады. Бұл белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейінгі аралықта жүреді. Тазалау кезінде Е және де С дәрумендері, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолданылуын және де ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындау керек. Бауырды тазалау әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. Теріңіздегі өзгерістерді сезесіз. Кімдерге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит, гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және де емізулі әйелдерге бұл сусынды ішуге мүлдем тыйым салынады. Дәрігерлер жүйке ауруы, қант диабеті, жұқпалы және де вирустық аурулары бар адамдарға бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше, ауруды асқындырып алмас үшін сақ болыңыз. Бауырды емдейтін сусындар: мейіз тұнбасы 400 мг қайнаған суға 150 мг мейіз салып 20 минуттай баяу отта қайнатыңыз. Отты өшіріп, қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбасын сүзіп алып, аздап жылытып ішіңіз. Ескеріңіз, емдік қасиетті мол сусынды таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырыңыз. Осылай үзбей 4 күн жүрсеңіз, дегенмен екінші күн-ақ нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындаған дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай зияны жоқ. Тіпті 1 ай бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде алкоголь, май қышқылдары, темекі сияқты заттарды қабылдауға мүлдем болмайды. Сұлы тұнбасы: 3 литр ыстық суға 1 стақан сұлы салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден ішіңіз. Бұл сусынды күніне 2-3 рет қабылдау керек. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек. Қолдарыңыздан келгенше денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Құрметті көрермен, осы видео дертіңізге шипа болады деген сенімдемін. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетуіңізді сұраймыз. Сау, саламатта болыңыздар.